Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге OLG-KZ. Бүгін біз жаңадан челлендж орындайтын боламыз. Бұл челлендж жете алам ба деген челлендж боламыз. Міне осы жерден бастап осы жаққа дейін жүгіріп барамыз. Қазір міне қолда МК және де тағы бір ПП-ның автоматы бар. Сонымен біз және де қасымызда пистолет пен қылыш сосын біз бұда еш жерден лут алмауымыз керек. Адам өлтірген кезде адам шықпасын деп тілеп тұрайық. Яғни адам шығып жатқан кезде, адамды өлтірген кезде онда лутын алуға болады. Болмайды. Тұрып қалдық. Жүгіреміз. Опа. Жүгіреміз. Бұл жер алыс. Оған дейін тірі барса болады. Себебі бұл челленджге жете алам ба? Шарақ. Достар, бұл видео 15 лайк жинайтын болса, мен жете алам ба екіні шығарам. Бұда біз дуо болып екі адаммен жететін боламыз. Қазір мына соло бір адам болып жете аламыз ба? Кеттік көреміз. Қағылымыз аэродор түсті. Қазір бұл сол аэродордың жанына барып өтетін боламыз. Ал енді кеттік. Пистолетіміз ол, жоқ бізде қылыш керек. Өтеміз. Қазір біз үлкен ғимарат, ол Клакдаурн жақтан өтеміз. Клакдаурн, мен білімсіз солай. Клакдаурн жақта өтеміз. Қаша өтеміз үлкен ғимараттан. Және де алдымызда өте әдемі үлкен фабрика. Фабрика өте қауіпті. Неге екенін оны білесіздер. Бастан аэропосылка шақырып, мен бастан сүйіп алады. Сол себепті өте қауіпті. Ал мен соны адреналин алу үшін ортасынан өтемін. Ал кеттік. Клакдаурн деген қауіпті аймақта бір өттік. Енді фабрика деген үлкен зауыттан аман есен шығамыз. Қақ ортасына тірейік. Ешкім жоқ қазірше. Басамыз. Кәне. Тәрі өтсем болды әйтеуір. Жету маңызды болып тұр ма? Үстіне адам шығып қалды ме? Мен атып тұрса, ойбай, дейсің ғой. Кеттік. Алдымызда ауыл тұр екен. Қазақ бойсыға айта береміз ғой бізге. Ауыл мәне. 2 этажы бар, мал қорасы бар. Еще бір этаж ағаш саққан бар, гаражы бар, базар жоқ. Кете береміз. Бұл жақта не бар екен? Секіретін жерлер. Нашу көп жұттай бар екен. Күтеміз, секіреміз. Ешкім жоқ болса жақты барады. Так. Тұрған? Тұрақ. Әдем көріме қыздар. Қашақ. Басымызда бір сүйіп кетер жере жатсақ. Жере жатпай, бірін өле алатымыз ғой. Қасымызда көріңіздер, аэродроп. Оны алмаймыз. Челлендж әйтпесе орындалмай қалады. Қараңыз, екінші аэродроп тұрған жер. Дәл қасына өтеміз ке, қараңыз. Дәл қасына көрейік. Адам болмаса жақсы бар сол жерде. Адам жоқ. Аяқ кетейіп айтып. Ішінде гроза жатқан жар. Алмаймыз. Міне, осы көпірден өтсек мақсатымызға жанында жететін боламыз. Достар, бұл 15 лайк жинайтын болса, мен осы челлендждің екінші бөлімін салғастыратын боламын. Ал 20 лайк жинайтын болса, мен жаңадан өзім ойлап табатын челлендж шығаратын боламын. Айтып қояйын, бұл челленджді өзім ойлап таптым. Бұны ойлап табу көп болды. 2 апта ойладым осы бір затты. Басқа Free Fire басқа да түрлерін көрдім челленджерді. Ол аэродроп пен картасы хроммен только пистолет, АВМ, автоматтың патронмен, немесе ПП-ның патронның автоматтармен ойнау. Сондай болды. Ал мені челлендж. Бұл сонда адам. Ойбай адам. Атай. 18-21. Ойбай, ондағы 100 жоғап кетті. Қайт беріп таныстан ғой, кетті. Сауыл. Алдымызда вазик тұр. Біздің сүйікті вазик. Және екінші ауыл. Бұда да нормальный. Қытайдың қаласында сондай. Жаттар көп. Мәрс тұр бада жоқ. Бұл бай сияқты жақты мәрс дейсін. Достар, біз межелдерімізге өте тез жеттік ау дейміз.
ошо 5 минутта жетип барган сияктысыз. Ура, жеттик достар. 20 лайк жеп тастайсың, немесе 15 лайк достар. Өз каалооларыңыз. Хош, сау болуңуздар достар. Чао. My life is too a germ, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more.